Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін витаминге бай салат жасаймыз. Бұл салатқа бізге керек. Бұл салаттың ерекшелігі сонда, тек жеміс жидектерден жасаймыз. Бізге керек мандарин, алма. Менде мына жерде алманың екі түрі бар. Қызыл және сары алмадан. Және де апельсин. Және анар керек. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай апельсинді, алманы майдалап, 4 бұрыштап турап аламыз. Сосын йогурт, қантсыз йогурт. Барлығын араластырамыз. Бұл салаттың құрамы тек жеміс жидектерден тұрғандықтан жеміс жидектер салаты деп атасақ та болады. Фруктовый салат яғни. Бұл салатқа кез келген өзіңізге ұнатқан жемістің түрін қолдана берсеңіздер болады. Барлығын майдалап турап осылай йогуртпен араластырамыз. Мінекей тарелкаға саламыз. Әсіресе балаларға өте ұнайтын салат. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Қалған анармен осылай салатымызды әсемдеп шығамыз. Жақыннан қараңыздар. Көрінісі тамаша. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше.